Қайырлы күн, құрметті кітапхана оқырмандары және қала тұрғындары. Өнер бойынша әдебиеттер бөлімі қазақтың көрнекті ақыны, сазгер, драматург Бәкір Тәжібаевтың туғанына 95 жыл толуына орай жырлары Маржан, әндері Әсем Бұлақтай атты блог әзірледі. Блогтың мақсаты Бәкір Тәжібаевтың жыр жинақтарын, туындыларын, оның ішінде туған жер, отан, махаббат туындыларын көпшілік назарына таныстыру, насихаттау және де карантиндік режимде ақпарат көзіне қашықтықтан қол жеткізуге мүмкіндік жасау. Блогпен толық таныстырып өтетін болсам, интернет желісіне қосылып, Сақтаған Байышев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының сайтына кіріп, жобалар айдарына өтесіз. Осы айдардан кітапхана блогтарын таңдайсыз және өзіңізге керек Бәкір Тәжібаевтың жырлары Маржан, әндері Әсем Бұлақтай атты блогына кіресіз. Блог 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім Бәкір Тәжібаевтың өмірі мен шығармашылық жолы. Қазақтың көрнекті ақыны, сазгер, драматург, өнер қайраткері Бәкір Тәжібаевтың өмірі сізді қызықтырса, осы бөлімнен оқуға болады. Екінші бөлім Бәкір Тәжібаевтың туындылары. Бұл жерден сіздер ақынның Ақбұлақ, Балбұлақ, Сахна жұлдызы, Дала жолдары, Жүріп келем сынды туындыларын толық оқып таныса аласыз. Үшінші бөлім әндер мен жырлар, яғни ақынның сөзіне жазылған Алматының алмасы, Туған жер өзің дегенде, Дала жыры, студенттердің қоштасу әні, Гүлсің-ау, Әдем-ау, Сағындым сені атты тағы басқа көптеген әндерін осы жерден табуға болады. Төртінші бөлім мерзімді басылымдар бетіне шыққан мақалалар. Өнер қайраткері Бәкір Тәжібаевқа арналып газет-журналдар бетіне шыққан мақалалар жинағы. Егер сізді көрнекті ақын, сазгер Бәкір Тәжібаевтың шығармашылығы одан әрі қызықтырса, кітапханамыздың сайтына кіріп толық танысуларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.